каналымның көрермендері, бүгін мен сіздерге банан қосылған пирог дайындап көрсететін боламын. Ол үшін бізге жұмыртқа, сүт, сұйық май, құмшекер, ұн, банан және разрыхлитель қажет. Олай болса бастайық. Жұмыртқамызды аламыз. Бірге қант ерігенше араластырамыз. Одан соң сұйық майды, сүтті, ұнымызды, разрыхлителімізді барлығын бірге араластырып, осындай кремовый, осындай қоспамыз дайын болады біздің. Енді ыдысымызды алып, формамызды оның үстіне қағаз төседім де, үстіне қант сеуіп ең астына. Одан соң банандарымызды орналастырып, оның үстіне жаңағы дайын болған қамырымызды құятын боламыз. Және 180 градуста 30-35 минутта біздің пирогымыз дайын болады. Енді пирог пісем дегенше, бір бананнан коктейль жасап жіберейік. Ол үшін бізге примерно 200 мл сүтті блендерге құямыз. Оның үстіне банан турап салып жібереміз. Бір бананды 200 емес, 250-300 болады даже. И бір ложкамен қант саламыз. Бір ас қасықпен. Жақсылап араластырамыз. И біздің коктейліміз дайын болады. Болды, біздің коктейліміз дайын. Өте қою. Міне осындай болып біздің банан қосылған пирогымыз дайын болды. Өте дәмді. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің YouTube каналым сіздерге ұнаса, жақындарыңызға таратсаңыздар болады.